Hi everyone, how are you? Бүгін магистратураның reading, яғни оқылым бөлімін талдайтын боламыз. Оқылымға 2 мәтін беріледі. Әр мәтінде 8 сұрақтан болады. Қазір осы видеода бірінші мәтінді талдайтын боламын. Және де өзімнің бір секрет құпиямды бөлісетін боламын. Ол яғни оқудың бір түрі сканнинг. Сканнингді пайдалану қажет. Себебі уақыт үнемдейміз. Сканнинг дегеніміз мәтіннен керекті информацияны табу деген сөз. Скиммингді пайдаланбаймыз, себебі ол көп уақыт алады. Яғни бірінші сұраққа назар аударамыз, сол сұрақты жауабын мәтіннен іздейтін боламыз. Бұл сканнинг технологиясы, яғни оқудың сканнинг түрі деп аталады. Енді 35-ші сұрағымызды оқиық. Бұл readingнің бірінші сұрағы. The stepbrother tried to find for DiCaprio. Яғни stepbrother деген сводный брат, өгей аға деген сөз. Ол Ди-Каприоға немене табуға тырысты. Painting жаңағы сурет, картинка. Parents ата-анасын, a house үй, an agent агент табуға. Яғни не табуға тырысқанын біз тексттен табуымыз керек. Қазір енді соны текстте қай жерінде берілгенін көрсететін боламын. Сұрақ түсінікті ғой сіздерге, Енді тексттен табамыз қазір. Текстте осылай берілген. He began looking for an agent when he was 12, but was unsuccessful. Яғни looking for деген тоже іздеу деген сөзде. Не іздеді? An agent, яғни агент іздеген екен. Бірақ 12 жасында дейді, іздеу бастады, бірақ неудачно болды. Unsuccessful, сәтсіз болды деген сөзде. Енді осы жерде жауапты бірден қарай аламыз. Таптық. Ол agent сөзі, яғни ол агент іздеген екен. Енді жауап жаңағы немеге оралсақ, жауабы сонда бізде D жауабы дұрыс болады. Бұл жерде қарасаңыздар, looking for мен find деген екеуі синоним ретінде. Find деген табу, try to find деп тұр ғой, табуға тырысты. Looking for іздеді, екеуі мысалы синоним ретінде келіп тұр. Тура сол сөз берілмеуі мүмкін. Сіз оны синонимін қарасаңыз таба аласыз тексттен. Келесі сұрағымыз. In 1993, DiCaprio and Johnny Depp were in What's Eating Gilbert Grape. Яғни бұл жерде қалып қойған сөзді қойымыз керек. Call it, the main characters, format, eco-friendly house. Осы төрт сөздің біреуі болуы мүмкін. Сондықтан біз бұл жерде тексттен іздегенде қалай іздейміз? Бұл тексттен бізде мына жерде жыл беріліп тұр. Осы жыл арқылы іздеген өте тиімді болады. Қазір тексттен осы in 1993, 1993 жыл деген тауып алсақ, одан кейін Ди-Каприо мен Джонни деп тапсақ, одан кейін мына жерде қойылатын сөз өзі табылады. Бұл өзгеріссіз келу керек, себебі тексттен алынған отрывок сияқты бұл синоним келмейді, сондықтан жеңіл болады. Қазір тексттен жылды іздейміз. Мына сөйлемде берілген осы сұрақтың жауабы. The same year he starred alongside Johnny Depp in What's Eating Gilbert Grape. Бұл жерде same year деген сол жылы деген сөз. Яғни осының алдындағы сөйлемде жаңағы 1993 жыл айтылған. Одан кейінгі сөйлемді қарасақ, Джонни Депп туралы айтылып тұр. Яғни the same year, сол жылы деген сөз. Сол 93 жылы. Бұл жерде бір сөз тура берілмеген екен, өзгеріп келген екен, тағы синоним қолданылған. Қарасақ, starred alongside деген сөзге мән беруіміз керек. Starred alongside деген киноға бірге түскен деген сөз. Starred alongside Johnny Depp. Johnny Deppпен бірге түскен. Яғни осы кино What's Eating Gilbert Grape деген киноға, яғни Johnny Depp және Ди-Каприо бірге түскен. Екеуі басты рөлде болған. Сонда осыдан келе біздің жауабымыз B болады. The main characters, яғни главный рөлдерде Ди-Каприо мен Джонни Депп.
Қарасаңыздар, бұл мүлде басқаша берілген екен сөйлемде. Started alongside деген сөзді дұрыстап жаттап алыңыздар. Келуі мүмкін кездесіп қалса сіздерге. Яғни кинода бірге түскен деген сөз. Басты рөлдерде екеуі бір-біріне жаңағы мағынасына жағынан келіп тұр. Дұрыс жауабымыз B болды. DiCaprio was named for. Яғни DiCaprio аты кімнің құрметіне қойылған дейді. Қазір оны текстен табатын боламыз. He was named after Leonardo da Vinci because his pregnant mother was looking at the Da Vinci painting in Italy when her baby first kicked. Яғни ол Леонардо да Винчидің атымен аталған болатын. Себебі анасы аяғы ауыр кезінде Леонардо да Винчидің картинкасын қарап жүрген кезде Италияда баласы бірінші рет ішінде тепкен екен. Сондықтан бұның жауабы бізде Леонардо да Винчи, C жауабы дұрыс. DiCaprio's career and he became a Hollywood star. Енді was successful, went down, decreased, beheaded. Енді осының ішінде қайсы екенін қазір табамыз. Текстте басқа сөзбен берілуі мүмкін, синоним сөзбен. Қазір іздейтін боламыз. DiCaprio's career took off and he became a Hollywood star. Took off деген, яғни сәтті болды деген сөз. Бұған сәйкес келетін синоним сөз was successful. Сонда дұрыс жауабы нұсқасы A нұсқасы болады. Яғни оның карьерасы сәтті болып, ол Голливуд жұлдызы болды деген сөйлем. Келесі сұрағымыз. The inspired DiCaprio to be actor. Кто вдохновил дейді? Кім жаңге қанаттандырды? Кім актер болуға жол көрсетті деген сияқты. Бұл жерде осыны табуымыз қажет. Бұны қазір тексттен іздейтін боламыз. Leo's actor stepbrother inspired DiCaprio to take up acting. Бұл сұрақтың жауабын табу тіптен оңай, себебі сол күйінде тұр, өзгермеген. Яғни бұл жерде stepbrother өгей ағасы болып шықты. Леонардо Ди Каприоның актер болуға шабыттандырған оның өгей ағасы stepbrother. Дұрыс жауабымыз B болды. His pregnant mother was looking at in Italy when her baby first kicked. Яғни оның аяғы ауыр анасы неменеге қарап тұрды дейді. Италияда баласы ішінде бірінші рет тепкен кезде. Ол жаңағы Леонардо да Винчиден сурет салғанына қарап тұрған. Бұдан бұрын бұл сұрақ, яғни жауабы бар сөйлем кездескен болатын. Сондықтан оны қайталап көрсетудің қажет жоқ деп ойлаймын. Леонардо да Винчи painting, B нұсқасы дұрыс. DiCaprio started being successful and he became a Hollywood star. Бұл сұрақта кездескен болатын, сондықтан қайталамай қойық. Басқаша вариантта кездесті. Енді бұл жерде қалып қойған сөз career, яғни карьерасы жаңағы сәтті бола бастап, ол Голливуд жұлдызы болды. Сонда дұрыс жауабы бізде A нұсқасы болады, career, карьерасы. Бұл сұрақ басқандай болып келген болатын. Басқа being successful деген жер жоқ болған, керісінше career деген болған болатын о кезде. Leonardo DiCaprio is a Hollywood movie. Яғни writer, director, painter, actor. Біреуін таңдауымыз қажет. Леонардо Ди Каприо Голливуд киносының яғни немесі болып келеді. Актер, бұны өздеріңіз білсеңіздер, текстке қарамай қойсаңыздар болады. Яғни ол актер екен белгілі. Баған бері қарап отырмыз тексттен. Актер білмесек те, тексті шолып шыққанда міндетті түрде көруіміз қажет бұл сөзді. Бұл бірінші сөйлемде, мәтіннің бірінші сөйлемінде ғана тұр. Бірден тауып алуға оңай.
Енді осы бұл Leonardo da Vinci is a movie heart throb and award winning Hollywood actor деп тұр, иә, бұл бірінші сөйлемі осы мәтіннің. Енді сонда дұрыс жауабы бізде D болып табылады. Бұл осы мәтін бойынша берілген сұрақтың соңғы сұрағы болып табылады. Яғни жалпы екі мәтін беріледі. Бір мәтінді толық талдап шықтым. Осы бойынша осы мәтін Леонардо Ди Каприо туралы бізде 8 сұрақ берілді. 8 сұрақты талдап шықтым. Енді келесі видеоларда келесі мәтінді талдағанды қаласаңыздар, немесе лексикалық грамматикаға тоқталғанды қаласаңыздар, комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Каналға тіркеліп лайк басып, колокольчикті басып қоюларыңызға болады. Жаңа шыққан видеоны болса бірінші болып көру үшін. Бүгінге осы. Goodbye everyone. Комментарийға қай саланы талдағанды қалайсыздар жазсаңыздар болады.